Планка бұл қосымша жабдықты қажет етпейтін қарапайым және әмбебап жаттығу. Сізге тегеден, өзіңіз және күніне бірнеше минут қажет. Бұл жаттығудың тиімділігі таң қалдырады. Күн сайын планка жасасаңыз не болады? Бұл видеода мен бұл сұраққа жауап беремін. Ендеше мына видеоны соңына дейін көріңіз, өте қызықты болады. Планка ең алдымен негізгі бұлшықеттерді күшейтеді. Құрсақ бұлшықеттері құрсақты қаптап тұратын бұлшықеттерге алдыңғы тіс тәрізді, сыртқы және ішкі қиғаш, тік және тағы басқа бұлшықеттер жатады. Неліктен кейбір адамдарда іштің гіржалары жиі дамиды? Өйткені олардың негізгі бұлшықеттері әлсіз. Егер адамның негізгі бұлшықеттері күшті болса, күшті бұлшықеттерге байланысты гіржаның даму ықтималдығы өте төмен. Сонымен іш және қиғаш бұлшықеттеріңізді жаттықтыру тек әдемі көріну үшін ғана емес, сонымен қатар ішкі ағзаларыңыздың денсаулығы үшін де маңызды. Планка арқа бұлшықеттерін дамытады. Планканың өте жақсы артықшылығы бар. Бұл жарақат алу қаупінсіз арқа бұлшықеттерін дамытуға көмектеседі. Тұра тарту сияқты жаттығулар әрине жақсы, бірақ темірді көтерудің кемшілігі бұл мінсіз техниканы қажет етеді. Содан кейін мұны жасаған көптеген адамдар жарақат алып, ұзақ уақыт бойы қалпына келтіруге мәжбүр болды. Әрине, бұл жаттығу өте тиімді, бірақ бұл өте қауіпті. Екінші жағынан планка жарақатсыз. Сонымен қатар, егер сіз планканы үнемі жасасаңыз, бұл сізге тек төменгі арқа бұлшықеттерін ғана емес, сонымен қатар жоғарғы арқаны да нығайтуға көмектеседі. Жақсы дамыған арқа бұлшықеттері сырттай жақсы көрініп қана қоймайды, сонымен қатар арқадағы ауырсынудың тамаша алдын алады. Шындығында арқадағы ауырсынудың көпшілігі арқа бұлшықеттерінің әлсіздігінен туындайды, сондықтан планка сізге де көмектеседі. Планка сіздің қалпыңызды жақсартады. Сыртқы келбет айналаңыздағы барлық адамдарға саналы және бейсаналы хабарламаларды бірден жіберетіні белгілі. Жақсы келбетті адамдар сенімді және тартымды болып қабылданады. Шынында да көпшілігіміз адамдарды иықтарының тік болуына қарай бағалаймыз. Сонымен, егер сіз сымбатты және жақсы көрінгіңіз келсе, онда келбет өте маңызды және бұл сізге көмектеседі. Өйткені ол негізгі және жоғарғы арқа бұлшықеттерін нығайтады. Сонымен қатар поза үшін өте маңызды мойын мен иық бұлшықеттерін жұмыс істетеді. Сондықтан, егер сіз планканы үнемі жасасаңыз, бұл сіздің дене қалпыңызды түзетуге көмектеседі және бір ай ішінде сіз айнадан жақсы ілгерілеуді байқай аласыз. Планка метаболизміңізді тездетеді. Көзге көрінетін нәтижелерді көру үшін планканы үнемі жасау керек. Бұл жаттығуды жүйелі түрде орындау арқылы сіз метаболизміңізді жылдамдатасыз. Бұл салмақ жоғалтуға көмектеседі. Сіз көп калорияларды жағасыз және бір уақытта іш бұлшықетін жаттықтырасыз. Яғни бір айдан кейін осы факторлардың үйлесімі арқасында айнада мүсінделген іш бұлшықетін көресіз. Келесі нүкте үйлестіру және тепе-теңдік. Бір аяқпен қанша уақыт тұруға болады? Сіздің тепе-теңдік сезімі қаншалықты жақсы? Планка тамаша көмек болады, себебі бұл тұрақтандырғыш бұлшықеттерді өте жақсы дамытады. Бұл өте кішкентай бұлшықеттер, олар айнада көрінбесе де, тепе-теңдікті сақтайтын өте маңызды функцияны орындайды және тепе-теңдікті сақтау мүмкіндігі кез келген спортта немесе физикалық белсенділікте сізге үлкен көмектеседі. Планканы қанша уақыт ұстау керек? Бұл сіздің фитнес деңгейіңізге байланысты. Егер сіз енді бастаған болсаңыз және бұрын жаттығу жасамаған болсаңыз, оны кем дегенде 15-30 секунд ұстап көріңіз. Дұрыс техниканың бұзылуы есебінен планканың ұзақтығын ешқашан арттырмау өте маңызды. Зерттеулер көрсеткендей, ұзақ уақыт бойы планка позициясын ұстау сіздің денсаулығыңыз үшін ең жақсы таңдау емес. Керісінше, бірнеше жиынтықтар ұсынылады. Мысалы, сіз планканы бірнеше минут ұстайсыз, дұрыс техниканы сақтайсыз, бірақ дене барынша бастарқанға дейін емес. Содан кейін бір немесе 2 минут демалып, екінші айналымды орындаңыз және солай кете береді. Планканың жақсы және жаман жақтары қандай? Артықшылықтары анық, мен олардың кейбірін айтып өттім. Оларға қарапайымдылық, қолжетімділік, бірнеше бұлшықеттерді күшейту, түзу мүсінді сақтау және бұл жаттығуды кез келген жерде орындау мүмкіндігі кіреді. Бірақ бұл жаттығудың кемшіліктері бар. Біріншіден, егер сіз дұрыс техниканы қолданбасаңыз, омыртқа аралық дискілерге, төменгі арқаға және иық буындарына шамадан тыс қысым жасай аласыз. Сондықтан мен дұрыс жасау тәсілі ұзақ жасағанға қарағанда әрқашан маңыздырақ екенін айтамын.
Тағы бір кемшілігі планканы тым ұзақ ұстау қан қысымын жоғарылатуы мүмкін. Сондықтан толық шаршауға күш салмай, 1-2 минуттық үзіліспен бірнеше тәсілдерді жасау ұсынылады. Дұрыс планка техникасы туралы не деуге болады? Іс жүзінде 100-ден астам нұсқалар бар, бірақ мен классикалық нұсқаға назар аударамын, өйткені бұл ең танымал және жаңадан бастаушылар үшін өте қолайлы. Сіз серпіліс позициясына түсесіз, шынтағыңызды 90 градус бұрышпен бүгіп, дене салмағыңызды білектерге бересіз. Сіздің бүкіл денеңіз бір түзу сызықты құрайтынын есте ұстаған жөн. Осы уақытта іш бұлшықеттері автоматты түрде тартылып, барлық бұлшықеттерге күш түседі. Техниканың өзіндік нюанстары бар. Бас пен мойын салыстырмалы түрде босаңсыған болуы керек. Қолдарыңыз сіздің алдыңызда тік ұсталуы керек, немесе айқастыруға болады. Және шынтақтардың тікелей иық буындарының астында болуы өте маңызды. Әйтпесе, шынтақ пен иыққа қажетсіз жүктеме жасайсыз. Яғни, сіздің иықтарыңыз еденге қатаң перпендикуляр болуы керек, төменгі арқа тік болуы керек. Ешбір жағдайда тым көп айналдырмаңыз және майыспаңыз, тыныс алуыңыз баяу, тыныш және терең болуы керек. Планкаға қарсы ұсынулар туралы айту өте маңызды. Жүкті әйелдер мен арқа жарақаттары бар адамдар планкамен айналыспауы керек. Сондай-ақ грыжа немесе шынтақ, иық, білезік және тобық буындарымен проблемалары бар адамдарға қолдануға ұсынылмайды. Сондай-ақ оны жоғары қан қысымы бар адамдарға қолдану ұсынылмайды. Айтпақшы, достар, пікірлерде планканы қаншалықты жиі жасайтыныңызды айтыңыз. Немесе сіз олар туралы ешқашан естімеген шығарсыз. Пікіріңізді бөлісіңіз, оқу қызықты болады. Сондай-ақ менің арнамдағы басқа бейнелерді көруге кеңес беремін. Сілтемелер қазір экранда. Егер сізге бұл видео ұнаса, оны бөлісіңіз, лайк батырмасын басыңыз, және менің каналыма жазылыңыз. Келесі кездескенше.